той толғасам да, Жамбыл жырын жалғасам да, қырғыз қазақ осылай кеп айтысайық андасам да, нананы қырғыз әніне салам ей. Тілімізде, дінімізде ұқсас біздің түрімізде, сүйе болып жүрейікші бірімізге нананы тұрса дала тауын бөліп, қырғыз қазақ бауыр болып қалады. Бауырым сені түсінбедім неліктен, ғайбат айтқан жарамайды бой. Ай. Ғайбат айтқан оттой болып, жаһанамда шоқтой болып жанадай. Тату болып көршілермен құшақтайын, келші бермен жауластырмақ жаушылардан, елдестірмек елшілерден нананы. Сөзімнің төсін мәніне қырғыз қазақ егізеді, домбырамен қомыз еді, Алатауды жаңғыртатын тарихымда егізеді нананы. Тұрса дала тауын бөліп, қырғыз қазақ бауыр болып қалады. Тұрса дала тауын бөліп, қырғыз қазақ бауыр болып қалады. Марината, я смотрю, типа ушлый. Ароматом он поет кипарисный. Меценаты не знают родной язык. Я вообще-то человек ненавистный. Русскоязычные казахи нас не знают. Дамбристы, мы же не гитаристы. Но пусть они не думают о нам, но состязаться мы можем и по-русски. Президент сказал же казахский, русский, английский, 3 подружки. В прошлом веке акыны запевали, астыма мінген атым генадушки, Где наши меценаты, олигархи? Играют ли в казино они карты? Не хотят спонсировать искусство, разве что друг другу дали парты. Пугачева пригласив, будь братан, казахских артистов обижал ты. Я не знаю, все можно для Галкина, а Волжасу поддержать мани жалки. Богатые корабли покупают, то ли денег до хрена, то ли панты. На Канары улетают, зачем же им ждать сезон от охоты до рыбалки? Ринатчан, даю то слово, скажи ты. Как ты этих богачей понимал ты, Воу! Я их не понимал и не понимаю. Я, бедняк, только деньги занимаю. Олигархов нету денег для айца, но Пугачева поет им баю-баю.
Молодцы Сарсенов и Ермегияев. Долгих лет жизни им я желаю. Только для них на домбре поиграю, остальных меценатов я не знаю. Постучалась в нашу дверь осень снова. Для зрителей сложил ты песен снова. Баке, брат, за язык не переживай. Я по-русски знаю 8 слова. Ты же знаешь, Храпунова наказали, и остальных накажем очень строго. Да наш язык хромает ненадолго. Он еще всех обойдет мимо гордо. Вот увидишь, запоет на казахском. Та же сама российская примадонна. Ну а если захочет наш Сарсенов, в Баханасе будет петь и Мадонна. Ты, наверное, про Мадонну гадал тихо, когда ехал с Семея до Талдыка. Хорошо ты ответил, молодчина. Я по-русски вопрос задал типа. Пусть казахский не знает Вася, ладно. Тут, конечно же, вина наша явно. Русскоязычных казахов очень жалко, ведь они наши братья, наша родня. Но надо помнить слова Гамзатова, цитатировать его очень модно. Если мой родной язык умрет завтра, всегда готов умереть я сегодня. На русском состязаться двойной нажив. Казах тілі не умер, больной, но жив. Давайте от болезни вылечимся. Эй, казах, он твой язык, он мой язык. Всех казахов на свете призываю знать, уважать и любить родной язык. Қазақ тіл баста мәңгі бағың тұрса, бетте ұят арың, ана тіл арың тұрса. Шала қазақ айтысты көрсе шіркін, тіл бұрап қиналмас ет жаным мұнша. Қазақша түсінбейді қайтеменді, 18 жыл айта сағым сынса. Тілім деп қақсамасым, көрер жарық таусылып жағым тынса. Қазақ тілі жетеді қияметке, ақындарға жар болып тәңір тұрса. Ринатжан, сен де аман бол, Алла жазса, Лондонда айтысамыз ағылшынша. Жетісу топырағыңнан мен бір уыс, жұтамын жұпар ауа мөлдір иіс. Аман бол қазақ елі, қазақ жері, өмір бақи өзің деп елжірейінші. Лондонға Ринатпенен барсақтағы, өзіңдей таба алмаспыз жерді пейіш. Ағылшынша айтсамыз деп қоямын, айтпақшы, do you speak English?
қайран мына өмірде бармақ ию. Өлеңің берді бәке жанға жылу. Біз қалжыңдап айтқанмен ел алдында, керек қой мұның бәрін ойға жию. Екеумізде Лондонға барамыз ау, барғандай қаңбақшалмен тойға дию. Ей Балғынбек, yes I speak English деймін, осы менен bye bye baby, I love you, I